Сәлем достар, бүгінгі түс шору шығарылымында түсіңізде тамақ көрсеңіз, немесе оны жесеңіз қалай жорылады? Ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Өлген адам түс көрушіге тамақ берсе, түс көруші күтпеген жерден лайықты күтім алады. Түсінде тамақты құсса, ол адамға бір нәрсе береді. Құсуын тыйса, садақа беруден бас тартады. Түсіңізде тамағыңыз тәтті болса, сізді қуаныш күтіп тұр. Майлы тағам ұзақ дауды білдіреді. Кім-де-кім түсінде ет қуыру үшін от жағып жатқанын көрсе, адамдарға жала жауады. Қуырылған бірдеңе алса, ол кедей немесе қайғыға ұшырайды. Қазанға ас қою үшін от жаққан адам үй-жайын күтіп баптаушыға пайдасын тигізеді. Қазанда ас болмаса, біреуді сөзбен азғырып жамандыққа итермелейді. Түсінде үлкен адамға немесе мырзаға тамақ әкелген адамды алдымен қайғы басып, оның артынан қуаныш басады, немесе ол күтпеген жерден ақша алады. Түсінде кім-де-кім от жағып, үстіне қазан, ет немесе басқа тамақ қойғанын армандаған адам белгілі бір адамды пайда іздеуге шақырады. Қазандағы еттің піскенін көріп, оны жесе, ол кісіге пайдалы болады және одан адал жолмен тапқан ақшасын алады. Егер ет шала піскен болса, ол бұл пайдаға харам жолмен жетеді. Түсінде тамақты су сияқты ішсе, бұл оның байлығын және қалаған нәрсеге оңай қол жеткізуін көрсетеді. Түсінде жалғыз тамақтану маңызды өмірлік мәселелерді түсіну үшін елеулі себеп табуды білдіреді. Түсінде жас әйел сүйіктісімен кешкі ас ішіп отырса және жағымды атмосферада рахатпен өтсе, онда қарым-қатынас үйлесімді дамиды. Түсіңізде сізді кешкі асқа шақыру, жақын арада сіз достарыңыздың қонақжайлылығын бағалайтын боласыз. Ислам түс шору кітабында тамақпен ұйқының көптеген түсіндірмелерін береді. Мысалы, алтын және күміс ыдыстардан тамақ ішу бақытсыздықтың белгісі болуы мүмкін. Оң қолмен емес, сол қолмен, яғни жауға мойынсұнуды білдіреді. Ал таңғы асқа шақыруды қабылдау ұзақ сапарға жақсы жаңалықты білдіреді. Маусымға қатысы жоқ азық-түлік пен өнімдер кірісті білдіреді. Түсінде дәмсіз тағам кедейлікке әкелуі мүмкін. Түсіндегі дәмді тағам өмірдегі сияқты қуаныш пен қанағаттануды уәде етеді. Достар, осымен бүгінгі түс шору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау-саламатта болыңыздар.